Барлық саяхатшыларға сәлем. Бұл Еркін Қазақ. Менің есімім Дәулет. Менің арнама қош келдіңіз. Егер де сіз әлі менің арнама жазылмасаңыз, дәл қазір подписаться етіңіз. Осы видеоға лайк басып қойыңыз. Және де біз бастаймыз. Бүгін менің тағы бір мақсатым, арманым орындалды. Бір мақсатыма қол жеткіздім. Бұл DJI Mini 2 квадрокоптері. Бұны алу негізі өте үлкен қадам. Бұл блогқа және де видеолардың сапасының әртүрлілігінің жақсаруына алып келетін қадам. Бұл дронды Алматыдан заказ бердім. Негізі бастапқы бағасы бұның 280 мың теңге болатын. Бұл толық комплектация. Бірақ та осы соңғы кездегі Украинадағы жағдайға байланысты, доллардың өсуіне байланысты бұл дрондардың бағасы жоғарылай түсті. Маған бөлем бұны тезірек алған дұрыс деп айтып атқан, өйткені ол өзі дәл осындай дронды алды. Енді мен бұған дейін жеткенше, нақты алам деген шешім қабылдағанша, бұл дрон сол 280-дей болды. Келесі күні, міне доллар енді жоғарылып бара жатқан. Келесі күні жазсам, олар баға өзгерді, 296 мың дейді. Жарайды, кішкене ойландым, блин, что-то қымбаттап кетті, алайын ба, алмайын ба деп ойланып тұрғанда, 2 күннен кейін уже алуға шешім қабылдадым, оларға жазып қойдым. Олар маған 2 күннен кейін жауап берді. Баға өзгерді, 315 мың дейді. Бөлеме жазам, не істеймін? Ол айтып, блин, по-любому алу керек, өйткені Ресейде бұл дрондар уже 2 есе жоғарылап кетті. 600 мыңнан сатылып жатыр. Сол енді 315 мыңға алдым, заказ бердім. 28 күні, 28-ші ақпанда маған жіберді Алматыдан. Эвис Логистик деген компания арқылы. Екісі Көкшетауда болды бұл дрон. 2 күнде ғана осында келді. Доставкасы 2700 теңге ғана. Үйге дейін 3000 бір нәрсе. Тез доставка берді. Бүгін мынау видеоны жазып жатқан күн 15 март. Ойлаңызшы, 2 марттан 15 мартқа дейін почти 2 апта мен бұны ашқан жоқпын. До того сила воли ашқан жоқпын. Енді бүгін ашайын деп жатырмын. Кәдімгідей видеоға запись жасап, толықтай жабылған, әлі ашқан жоқпын. Бастаймыз. Міне DJI Mini 2 Fly More Combo. Жабылған, түгел жабылған, міне пленкада әлі ашылмаған. Весі салмақты. Айтпақшы, бұл дрон қазіргі таңда бүгін оның бағасы 357 мың. Ойлаңызшы, мен өзім мысалы 280 мыңнан алсам 35 мыңды үнемдеуші едім. Ал қазіргі таңда ол тағы да 40 мыңға, ойлаңдаршы, 40 мыңға қымбаттап кетті, әлі де қымбаттайды деп ойлаймыз. Өйткені бүкіл техника қымбаттап жатыр. Қандай тамаша упаковка. Қорабының ішінде осындай сөмкесі бар. Өте сапалы жасалған. Қара түсті. Сөмкесінде этикеткасы бар. Қытайша, ағылшынша жазылған. Дронның өзі кішкентай екен. Мен ойлағаннан кішкентай екен. Кәдімгідей ішім қобалжып тұрмын өзім. Қуанып тұрмын. Негізі дәл қазіргі сәтте өзімді бақытты деп санаймын. Күшті ғой мынау.
маленький пульті бар. Сапалы жасалған. Бәрі ұнап тұр маған. Пока енді көреміз қазір. Қосып көреміз. Брак бар ма, жоқ па. Соны көреміз. Сөмкесі де күшті. Так. Қосалқы винттері бар. Тағы винттері. Отверткасы. Так. Мынау пульттік аудин. Так. Болды. QR-код қажет болып қалуы мүмкін. Мында кітапшалары. Орыс тілінде де бар. Орыс тілінде бар. Бұл өте жақсы. Үш батареясы. Бүкіл қосалқылары осындай пакетке жабылған, және де QR-коды бар. Так. Мынау зарядтайтын құрылғысы аудио. Я, солай. Ішінде екі батареясы бар. Бір батарея дронның өзінде тұр. Так, евро стандарттағы блок. Кабельдер. Так, екі кабель. Type-C. Және де Type-C микро USB. Сосын бір ұзын кабель Type-C USB. Так, міне дронды түгел ашып қойдым. Руководствосын оқыдым. Қалай қолдану керек екендігін. Бір видео қарап тастауды үлгердім. Бірақ та пульттің заряды бар екен, ал дронның өзінің батарейкаларының заряды жоқ. Қазір зарядкаға қойып қойдым. Зарядталғасын қосып ұшуды үйренеміз, ұшып көреміз. Маған бәрі ұнады. Бұлай жақсы сияқты, бірақ жоқ деп ойлаймын. Түгел қарап шықтым. Осы дронды алар алдында біраз видео қарап шықтым. Қандай жақсы екен. Ақша жағынан және де сапасы жағынан осы мини 2 жақсы дрон болып есептеледі. Новичоктарға, бастаушы ұшқыштарға арналған. Так, бұл дрондар SD картамен жұмыс істейді. Әдейі SD карталар қажет. Және де олар туралы да біраз видео қарап тастадым. Бұрында мен ойлағандай, карта, көлемі ғана өзгереді, болды. Бірақ та олай емес екен. Оның жазу жылдамдығы, оқу жылдамдығы бар екен. Неше түрлі класстар, в общем, флешкаларында түр-түрі бар екен. Сол обзорларды қарап осындай SanDisk деген флешкада тоқталдым. 128 гигабайттық. Характеристикалары бойынша міне оқу жылдамдығы 170 мегабайт секундына, ал жазу жылдамдығы 90 мегабайт секундына. Кеше тексергенде 119 гигабайт қана ішінде болды. Бұл флешканы мен Wildberries'тан тапсырыс бергем. 17 000 теңге тұрады. Біздің Технодом, Мечта, Сулпак, Форадан қарағам. Келетін флешка таба алмадым. Бір Samsung деген флешка болған. Kingston болған. Samsung'тың жылдамдығы 45 мегабит секундына ғана. Kingston болды. 19 000 ба, солай тұрады. Бірақ мен осыған заказ беруді жөн көрдім. Артында осындай кілті бар, код. Сайтына кіріп тексердім, лицензиясы бәрі бар. Енді дронға салып видео жазып көру керек.
қалай болады екен, сапасы қандай болады екен. Жалпы енді өзім қуаныштымын. Бұлай телефонмен түсіргенде бәрібір табиғатты көлемді түсіре алмайсың. Андай бір қысылып түсіресің да. Енді дрон бар, табиғатты енді көктен, құстың көрінісінен түсіреміз. Мүмкіндіктер артады, тамаша видеолар болады деп үміттенемін. Енді қазір дронмен ұшып көреміз. Это камера? Вон везде металл. Сюда? Ну? Что он там делает? Ритуалы. Сюда. Стоп. Так. Ничего не видно. Ух ты, наш дом, смотри. Вот он. Вон он. Смотрите, наш дом. Не видно. Ну вот, видно. Офигеть, какой красивый. Мы шли. До 16 лет нельзя. Какой он мощный. Тебе надо было запись экрана включить. Какая скорость?